Қазақ халқы әнші ақындар шоғырының аса көрнекті өкілдерінің бірі Ақан Қорамсалова. Жасынан ән жырға үйір ол, қолына домбыра алып ән салады, өлең шығарады. Жігіттік, сал серілік жолға бейімделеді. Әдемі киініп, жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркіт ұстайды. Қасына өнерлі жігіттері жинап ел аралайды. Сауық сайран құрады. Қалың елді ғажайып әнмен баурайды. Осындай өзгеше өнеріне риза болған халық сері атандырады. Құлагердей ат, Қараторғай мен Базаралы сияқты қыран құспен тазы ұстаған Ақан сал серіліктің салтанатын аңшылық, саятшылық, құсбегілік, мергеншілікпен ұштастырып, бір уақыт осыларды қызықтаған. Құс салып, ит жүгіртіп, көңілін көтеріп, жанын жадыратқан. Bir қатар туындыларын астындағы аты серігі жануарларына арнаған. Құлагер әнінде бота тірсек, қыл сағақ, сандау керім. Құлагер құнанында керемеді деп жылқының сұлу келбетіне аса сипаттама береді. Манмангер әнінде манмангер ән қосайын жүрісіне, немесе кекілін күлке жалынмайда, жүресін жел маядай жануарым деп аттың құдіретін асқақтата әнге қосады. Осындай дала сахнасының сал серілерінің әншілік, серілік өнері, ат өнерінің рухани сабақтастырылған өнегесінен қазақ даласында туризмнің ежелден қалыптасқандығын көре аламыз.